Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Жамбыл облысына барды. Елбасы әскери қоймадағы жарылыстан зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсету шараларымен танысты. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қираған нысандарды қалпына келтіру жұмыстары туралы мәлімет берді. Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев елбасыға өңірдің әлеуметтік экологиялық дамуы туралы баяндады. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасының жүзеге асырылу барысында тілге тиек етті. Сондай-ақ аграрлық сектордағы мәселелерді шешуге және халықты жұмыспен қамтуға бағытталған шаралар жөнінде де сөз болды. Тұңғыш президент өңір басшылығының жұмысына тек оң бағасын берді. Біріншіден өзіңіздің мемлекет басшысының атынан барлық отбасыларға көңіл айтып, өзіңіздің телеграммаңызды жеткізді. Екінші, үкімет тарапынан 10 миллион, жергілікті бюджеттен 5 миллион, әрбір қайтыс болған отбасыға 15 миллионнан қаржы бөлдік. Оған қосымша өзіміздің мемлекетіміздің заңына сәйкес, асыраушысынан айырылған тағы басқа деген, енді 80 мыңнан 160 мыңға дейін балдарға қосымша жәрдемақы қазір төлене бастады. Тәжірибем көп, жағдайды білесің, бірнеше облыстар істеп жатырсың. Жақсы шартты жолдаймын, табысты бол. Кездесуден кейін Нұрсұлтан Назарбаев Әлжан-ана тарихи музейінің қызметімен танысты. Мекеме аумағына ағаш егу рәсіміне қатысып, ауылдағы мәдениет үйіне барды. Мұнда кітапхана және түрлі үйірмелер жұмыс істейді. 250 орындық концерт залы да бар. Жамбыл облыстық филармониясының артистері мен аудандық мәдениет үйінің шәкірттері музыкалық шығармаларды орындап, патша көңіл көрерменді өнермен тәнті етті. 4000 тұрғыны бар ауылға керемет мәдениет үйі осындай қандай жақсы. Ішінде үйірмелер бар, өлең айтатын, ән салатын, би билейтін жастарымызға осындай жағдайды жасап жатырмыз. Қарсы алып қуантқандарыңа көп рахмет. Дауыстарың шыңдала берсін, бақыттарың өсе берсін, ғұмырларың ұзақ болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, әлі талай қызықтарға жете береміз. Аман сау болыңдар, рахмет. Елбасы спорттық сауықтыру кешенінің жұмысын да көрді. Аталған кешенде ауқымды арена, әмбебап және күрес пен боксқа арналған залдар бар. Бүгінде кешенде 400-ден астам бала мен жеткіншек спорттың еркін күрес, тхэквондо, карате, волейбол, футбол, бокс сынды 6 түрі бойынша жаттығады. Көріп жатсыңдар ғой, олимпиаданың бәрін, соған жеткенше жақсылап күресіңдер. Мейірлан Алтынбек, Хабар 24, Жамбыл облысынан. Шығыс Қазақстанда мектеп жасындағы 217 баладан коронавирус анықталды. 118 оқушы вирусты жазғы каникул кезінде, ал 100-ге жуығы оқу басталғанда жұқтырған. 14 мұғалім қатерлі індетке шалдыққан. Білім беру мекемелерінде санитариялық эпидемиологиялық талап сақталғанымен аурудың таралуы тоқтамай тұр. Әзірге өлкеде мектептерді толықтай карантинге жабу туралы шешім шыққан жоқ. Бала ауырса, сол сыныптың оқушылары 2 аптаға оқшауланады. Ал бір ауысымдағы оқушылар арасында COVID-19 жұқтырған балалардың саны 30%-тен асса, онда түгелмен 14 күн қашықтан оқиды. 99 бала офлайн режимде, яғни мектепке барған кезде коронавирус инфекциясын жұқтырған. Бүгінгі таңда 59 мектепте 103 сынып қашықтықтан оқыту форматына ауысты. Әзірге облыста карантинге жабылған мектептер жоқ. Қарағандыда 100-ге жуық үлескері бар көп қабатты үйдің құрылысы тағы бір жылға кешігетін болды. Баспана былтыр тапсырылуы тиіс еді. Күте-күте шаршаған салымшылар құрылыс басына жиналып, компания басшыларынан жауап талап етті. Үлескерлер құрылысқа пәтер құнының 30%-ын салған. Оған қоса ай сайын төлем жасап келген. Алайда 3-ші жыл өтті, үй қабырғасының жартысы да қаланбаған. Баспана бағасы жыл санап өсіп барады. Сондықтан тұрғындарға алғашқы жарнаға салған ақшаны қайтарып алу тиімсіз. Кісі жоқ, вообще стройкада бір 50-60 адаммен бірінші, екінші этажын істеп қойған, бір 3 этаж. Болды, сол ғана реклама. Но бәрін сатып жатыр, кісілердің бәрі кетіп, ақшасын алып кетіп жатыр. Просто осы уақытта, например, 19 жылдан салғаннан бастап, мысалы, баға уже 2 есе ме, 3 есеге өсіп кетті. Ол ақша, мысалы, копейка болып қалады, копейка. Не үй жоқ, не күй жоқ, например, квартира снимать етіп тұрып жатырмыз. Компания өкілдері жұмыстың кешігуіне пандемия себеп дейді. Құрылыс материалдарының бағасы да шарықтап кеткен. Мысалы, арматура 2 есе, кірпіш бірден 60%-ке өскен. Бірақ олар
Пәтердің келісім шартта көрсетілген алғашқы бағасы сақталатынын айтады. Көп қабатты бұл үйдің құрылысына 4 миллиард 800 миллион теңге қаржы қарастырылған. Соның 700 миллион теңгесі үлескерлердің ақшасы. Қалғаны банкпен қаржыландырылады. Қазір компания ерте басталған екі үйдің құрылысын аяқтауға жақын. Үлескерлердің үйі тек содан кейін ғана қолға алынады. Жауаптылар 2022 жылдың 3-ші тоқсанында баспананы тапсыруға уәде беріп отыр. Банктың беріліп жатқан финансы бізге қазір екі үйді тапсыруға жетеді. Сондықтан кредиттік линияны жапқаннан кейін осы үйге қарастырып, осы үйге береді. Бірақ бұл үйдің жұмысын тоқтатқан жоқпыз біз. Баға қымбаттады, газоблок қымбаттады, арматура қымбаттады. Сол бірақ өз ісіміз арқылы, өз ішіндегі финанс арқылы шешеміз. Петропавлда 215 көп қабатты тұрғын үй жылыту маусымына дайын емес. Себебі баспаналарда құбырларды жуып шаю жұмыстары әлі күнге дейін жүрмеген. Салдарынан аталған үйлерге жылу аз мөлшерде не болмаса уақытынан кеш берілуі мүмкін. Олқылыққа байланысты пәтер иелері кооперативтеріне ескерту жасалып, жағдайды 2 аптаның ішінде қалыпқа келтіру тапсырылды. Былтыр жұмысын ретке келтірмеген 10-ға тарта үйдің құбырлары қыста қатты қысымға шыдас бермей апат болған. Өңірде қыркүйектің 20-сынан бастап әлеуметтік нысандар жылуға қосыла бастайды. На Петропавловская ТЭЦ-2. Нөмір 2 Петропавл жылу станциясында 5 қазандық пен осынша турбина жаңартылды. Тағы 4 қазандықты жөндеу жоспарда бар. Қазір облыс бойынша нысандар 95%-ке дайын. Көмір де жеткілікті. Қазір қоймаларда оның 130 мың тоннасы бар. Бұл шамамен 19 тәулікке жетеді. Солтүстік Қазақстан облысына күнгейден көшіп барған жұрт пеш жағуға қорқады. Жақында Подгорный ауылында өрт болып бүтін бір отбасы зардап шекті. Оңтүстіктен қоныс аударған тұрғындардың айтуынша жаңа үйлердің пеші мен мұржасы дұрыс салынбаған. Бұған жергілікті билік пен өрт сөндірушілер не дейді? Мәселенің мән-жайын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы анықтап көрді. От төбеде жанды, төбенің үсті. Оны пожарный кеп су сүйіп, бірақ судың барлығы осы үйге бәрі құйылып, бөшкеменен ішіне құйып алдық. Нұрсұлтан Хуатов солтүстікке отбасымен бірге Арыс қаласынан көшіп келді. Өткен бейсенбі олар тұратын үйдің шатыры өрттеніп, баспанасы бүлінді. Шоқтан түсті деді. Сырттан шоқ кірді деген. Маған несін берді, қағаздарын берді. Осындай жоғарыдан шоқ кірді деген. Сол үстінде стойкілер жанды, астындағы балықлер жанды, тіреп тұрған қадалары барлық жанып кетті оның. Төбеден екі пожарный су құйып, мынаның арасын бәріне су кетті қазір. Қазір зардап шеккен отбасы көршілерінде тұрып жатыр. Өрттен кейін олар да от жағуға қорқып қалған. Өйткені мемлекеттік баспаналар бірдей. Сол пеш, сол мұржа, сол шатыр. Тұрғындардың айтуынша бар мәселе жылыту жүйесінде болып тұр. Мына трубамыз тіке. Жаңа от жаққан кезде от шоқ ұшады дағыны. Үйдің шипырдың тесігінен үйдің ішіне кіріп тұрды. Содан үйдің жоғар жағы өртеніп тұр ғой. Үйдің жоғар жағы ағаштан, опилкадан. Опилка жаздың күні кеуіп тұрғаннан кейін ол бірден отқа айналған. Ендігі бізде қорқыныш. Өрт болған үйге аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жұмыспен қамту бөлімінің басшылары мен мәслихат хатшысы келді. Олардың айтуынша 2019 жылы салынған үйлер биыл қайтадан жөнделген, ал зардап шеккен отбасыға көмектесеміз деді. Көрсететін көмек қазір мынау жұма күні осының қандай нелер жақын келді, өрттің арқасында қандай конструкциялар отқа шарпылды, соның барлығын анықталды. Енді қазір осы материалдарын жинап, бір арада бригаданы жұмысқа кіргізіп, көмегімізді береміз. Бір қызығы өртті болдырмауға болар еді. Биыл бұл үйлерді төтенше жағдайлар қызметкерлері тексерген. Оның қорытындысы бойынша Қызылжар ауданындағы еңбек бағдарламасымен берілген баспаналардың бірде-біреуінде өрт қауіпсіздігі сақталмаған. По заявлению отдела ЖКХ Қызылжарского района, Қызылжар аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің өтініші бойынша шілде айында еңбек бағдарламасы бойынша салынған барлық 87 үй тексерілді. Өрт қауіпсіздігінің ережелері әр үйде бұзылған. Бұл туралы оларға айтылды. Соңғы жағдай бойынша өрт мұржадан түскен шоқтан болған. Мәселенің мәні осында, бірақ шенеуніктер төтенше жағдай қызметкерлерінің ресми хатына жай ғана ұсыныс ретінде қарап отыр. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев, Хабар 24.
Павлодарда 216 миллион теңге мемлекеттік субсидияны жымқырған азаматтар анықталды. Қаржы мониторинг агенттігінің хабарлауынша белгілі бір топ сыбаға бағдарламасы аясында бөлінген қаражатты ұрлаған. Олар арнайы схемамен жұмыс істеген. Мәселен, Павлодар тұрғыны Ресейде ірі қара мал сатып алып, құжаттарда оларды Герефорд Симментал деген асыл тұқымдар ретінде көрсеткен. Субсидия алуға арналған өтінімдерде ірі қара мал туралы жалған мәліметтер жазып, келісім шарттарды қолдан жасаған. Кейін 100 мыңнан 6 миллион теңгеге дейінгі ақшалай сыйақы үшін Павлодар қаласының тұрғыны басқа кәсіпорындарға мемлекеттік субсидияларды заңсыз алуға жәрдемдескен. Бүгінде топ ұйымдастырушысы мен қатысушылары түрлі мерзімге сотталды. Маңғыстаулық фермерлер жергілікті биліктен төтенше жағдай жариялауды сұрайды. Шаруалар биылғы құрғақшылық салдарынан мыңдаған малынан айырылғанын айтады. Өңірде мамыр айынан бері төрттілік көтерем күйге түсіп, қырыла бастаған. Тірі қалғандарын бағуда оңайға түспепті. Жаз айларында жем шөп бағасы шарықтап, кәсіпкерлер бір түкті 1,5–2,5 мың теңге аралығында саудалаған. Маңғыстау Қарақия Бейнеу ауданының шаруалары төрттілігі ашыққасын амалсыз сатуға шығарды. Шаруа қожалықтары шаш етектен шығынға батқан. Маңғыстаудағы жылқылардың даладағы өлекселері әлеуметтік желіде көпшіліктің наразылығын тудырған еді. Ал маусым-тамыз айларында облыстық төтенше жағдай департаментінің мамандары ауа ылғалдылығына тексеру жүргізіп, нәтижесінде төтенше жағдайға сәйкес келмейтінін хабарлаған. Себебі аптап ыстық 20 күнге жалғасу керек. Ал мұндай көрсеткіш аймақта тіркелмеген. Метеорологиялық және агрометеорологиялық қауіпті құбылыстар өсімдіктердің зақымдануын туғызатын 20 немесе одан да көп. Күндіз ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 30%, топырақ қабатының су қоры 35 мм және одан көпке сақталуы. Маңғыстау облысы бойынша 20 күннен асқан, 20 күнге сақталған дәл осы көрсеткіштер көрсетілген жоқ. Созылмалы жұқпалы аурулары бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап және тағы басқа жануарлардың жаппай ауруы 100 бас. Бұл критерий бойынша да сәйкес келмеді. Төтенше жағдайлар туралы ақпараттың өлшем шартына сәйкес келмегендіктен Маңғыстау облысы бойынша төтенше жағдай жариялау үшін негіз бола алмады. Атырау облысында бос жатқан жерлер мемлекет қорына қайтарыла бастады. Жалпы аймақ шаруаларынан 5000 гектар кер алынады. Жер жетпей, таршылық көріп отырған жұрт қарасы көп. Мысалы, Қызылқоға ауданында кейінгі 15 жылда мал басы өсіп, жайылым мен шабындыққа қатысты тапшылық туды. Енді игерілмеген жер жұртқа конкурс арқылы беріледі. Қызылқоға ауданындағы Құрман шаруа қожалығында 600-ден астам мүйіздері қарамы 2000-ға тарта ұсақ мал бар. Осыдан 3 жыл бұрын несиеге алған Аберден аңыз тұқымды қара сиырлар құмды өңірге жерсініп алғашқы өнімдерін бере бастаған. Енді шаруагерді қинайтын жер тапшылығы. Мал басында мұна 1000-ға да жеткізуге болады. Просто бізде жер мәселесі жетіспей тұр енді. Айналдырған бізде 3,5 гектар жеріміз бар, жылқыларымыз бар, түйелеріміз бар, қойымыз бар. Соны бізде жер жетіспей жүр кішкене. Қазір қай шаруашылыққа басында осы мәселе. Құрман мен көршілес қой өсіретін шаруашылық 2 жылдан бері мал басын асылдандырып, қойдың санына мен сапасына көңіл бөле бастапты. Сол себепті қарамағындағы 35 000 гектар жердің артығы мемлекетке қайтарғалы отыр. Ойылда су болмауына байланысты шөп жағынан таршылық көріп жатырмыз. Өзіміздің артық 5000 гектар жерімізді үкіметке кері қайтардық. Енді малымызды асылдандырып жатырмыз. Енді ана әрбір қыстақ басына 400-дің үстінде шөп дайындап жатырмыз. Бұрын жаңағы жеке қожалықтарға сатушы едік. Енді қазір мына су тапшылығына байланысты сататын шөбіміз жоқ. Қызылқоға ауданында 2,5 миллион гектардан астам шабындық пен жайылым бар. Қазір оның 400 000 гектарына көршілес Индер мен Мақат ауданының шаруашылықтары шалық салған. Оның басым бөлігі бұрын игерілмей жатқан жер телімдері. Президент тапсырмасына сай енді жер телімдері тек нақты жұмыс істейтін шаруашылықтарға конкурс арқылы берілетін болады. 59 жер учаскесі конкурсқа шығарып, соның 57-сі өтіп, екеуіне түсуші болған жоқ. Сол 54 000 гектар жер берілді конкурс арқылы. Игерілмеген жерлердің ішінде соңғы 2 жылда біздер 82 000 гектар жер қайтарылды. Конкурстың ең басты қағидаты 1 гектар жерге кем дегенде 30 000 теңге инвестиция салу керек. Одан төмен болса, ол бағалауға жатпайды.
Атырау облысы бойынша биыл 570 мың гектар мал азығы дайындалу керек. Оның 400 мың тоннасы дайындалып қыстақ-басына түсірілген. Қазір Қызылқоға, Құрманғазы аудандары өздеріне керекті жем-шөпті толық дайындап алды. Басқа аудандар көршілес Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарынан тасымалдауда. Шөп шығынын мемлекет субсидиялайтын болады. Осы мақсатқа биыл жергілікті бюджеттен 400 миллион теңге қаралған. Арыстанбек Кенжаматай, Мателев, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Биыл шығыста бір тіркеме шөптің ең арзаны 60-70 мың теңге. Кей ауданда оның өз жоқ. Шаруалар шабындық іздеп көрші ауылды жағалап жүр. Мәселен, Күршім ауданы тұрғындарының 70%-ін қысқы мал азығымен қамтитын Сарыөлең ауылында шөп қурап қалды. Себебі су тапшы. Егістік пен шабындыққа тіршілік нәрін беретін бөгет көктемде жарылып кеткен еді. Қыстың қамына кіріскен шаруаның жайы не болмақ? Асу болса жоңышқа болатын еді. Жоңышқанда бас кеттім. Бұрын бұл алқапта жоңышқа жай қалып тұратын. Шаруалардың айтуынша су көп жылдары жазда 3 рет орылатын. Биыл Ақжусан мен Қалақай сияқты ашты шөп басып тұр. Бірақ оған қарамастан шаңын шығарып шауып жатыр. Шөп не жақсы болатын еді. Мәселе суда. Су жоқ. Енді мынаны көрмейсіз міне. Неміне су жоқ жерде жусан өсіп кетеді. Бас кетті. А мына жерде негізінде жоңышқа болатын. Енді шауып жатырмыз. Шөп керек. Бұл алқаптан бұрын 5-6 ауыл шөп оратын. Артық қалғанын көрші елді мекендер шабатын. Биыл көктемде Күршім өзенінің бойындағы Мойнақ бөгеті бұзылып, суармалы жердің аңқасы кеуіп қалды. Оған қоса ала жаздай бір тамшы жаңбыр да жауған жоқ. Енді оның кесірін халық тартып отыр. Екпелі шөптің бағасы жоңышқанкі бір рулоны 7 мың теңге болып тұр. Бір фургон рулон 70 мың, бұлайнан жай тиеп алған шөп рулонға орамай, ол 60 мың болып тұр. Былтыр енді басынан 30 мыңнан болған, апарып бергендердікі 35-40 мыңға шейін барған енді. Бірақ енді биыл енді вообще сұмдық өсіп кетті биыл. Сұмдық, бірақ шындық. Сарыөлеңде 3,5 мың, Барақбатыр ауылында 2,5 мың гектар суармалы жер бар. Алайда осыншама алқап ала жаздай сусыз болды. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы мамандар құрғақшылық негізінен Абай мен Аягөз ауданында болғанын айтады. Ал шөп бағасының қымбаттауының басқа себептері бар екен. Біріншіден айта кететін болсақ, ол қазіргі уақыттағы дизель отынның қымбаттауы біршама 15 теңгеге дейін аралығында. Техника, оның құрал жабдықтары бар, оның өзі бірнеше көптеген әсері бар, бірнеше есе қымбаттап отыр. Жәнегі шығындардың барлығы ең соңында осы халыққа жеткізілетін өнімнің құнына әсер етеді. Құны қанша қымбат болса да құрғақшылық болған ауданның халқы сатып алуға дайын. Шабындығына мүлде шөп шықпай қалған Абай мен Аягөз ауданына қысқы мал азығы үшін мемлекеттен 130 миллион теңге бөлінді. Ал қуаңшылыққа ұрынған кейбір ауылдар малын арзан болса да сатып жатыр. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Жігер Бабаханов, Хабар 24. Түркістан облысында жеміс-жидек жиын терімі басталды. Биыл көктемдегі аяз салдарынан өнімнің біраз бөлігін үсік шалған еді. Кейін қуаңшылықта едәуір қиындық туғызды. Дегенмен бағбандар облыс нарығын жеміс-жидекпен қамтамасыз етіп, қалғанын өзге өңірлерге жөнелтіп жатыр. Биыл қандай меже алған болсақ, сол межемізді көңілдегідей бажардық. Гектарын 10 тоннадан алдық. Мына көрбастар қандай әдемі алмалар. 140 гектарға жуық аумақты қамтитын баққа 3 жыл бұрын италиялық алма көшеттері егілді. Жас көшеттерді тамшылату әдісімен суарған. Биылы сол 265 мың түп жеміс ағашы өнім бере бастады. Құнарлы жерге егілген Гренни Смит, Айдарет, алтын алма, гала сынды сұрыптар кезең-кезеңмен теріліп, еліміздің солтүстік аймағына жөнелтілуде. Шаруалар төккен теріміз текке кетпеді деп отыр. Бізде биыл өздеріңіз естеріңізде болса керек, февралдың ақыр жағында қатты қар жауды. Көп жерде алма суырып кетті. Бірақ бізде айттым ғой, жаңа табиғаттың бір ерекшелігі болса керек деп ойлаймын. Өйткені Қазығұрт тауы киелі тау ғой. Сол киесінің бізді осы өнім сақтап қалған деп ойлаймын. Егер қатты суық болатын болса, арасына от жағамыз. Күніне 50-ге жуық ауыл тұрғыны осында тұрақты еңбек етеді. Жиын терім кезінде қосымша жұмыс күші жұмылдырылады. Алма бағына қойылған тіреуіш бағаналары күннен қорғайтын тор және тамшылатып суғару жүйесі нәтижесін беріп жатыр. Одан бөлек қажырлы еңбек пен жүйелі жұмыс тағы бар. Тауда жинаймыз, сосын астыда бар, мынауымыз бар. Артық суларды қысымменен жауынның, бұлақтың суларын бір жерге бір тоғандар жасап, арнайы артығыменен жинап алғанбыз. Соның арқасында биылғы жылы қуаңшылықтан аман-есен шығып отырмыз. Арнайы насосный станция, бәрі сол жерде фильтр арқылы, теріс фильтр арқылы шығады.
барлығы сүзгіден өтіп, арнайы дәрумендер беріліп, бауымызға жіберіп отырамыз. Сондай-ақ Төле би ауданындағы екі ауылда қарақат, таңқурай, құлпынай өсіріледі. Ерекше бапты талап ететін шаруаның бірін Қалима Жанқалова игеріп отыр. 5 гектар алқапқа Польшадан арнайы элиталық көшеттерді әкеліп отырғызған. Көпшіліктің сұранысына ие болған жидектердің биыл бойы аласа, өнімі өткен жылдағыдан аз болыпты. Оның бар себебі көктемгі салқын мен жаздың аптап ыстығы. Үлкен нарыққа шығып жатқан жоқпыз, өзіміз осы аудан, облыстан бір адам алады, оны мақтағаннан кейін качествосы жақсы, қырғыздар сияқты езіліп кетпейді, келгендер прям бір-біріне тарап, қазір Жетісай, Сарыағаш, Түркістаннан келіп алып кетеді бізде. Біз енді былтыр қарағанда биыл енді сәл аздау болып жатыр, оның үстіне малина сәл кештеу басталды, былтыр ерте басталып еді. Алайда биылғы табиғаттың тосын мінезіне қарамай жеміс жидек пен көкөністің көлемі күткендегідей бол. Мамандар сауда сөрелерін толтырып, алыс жақын аймаққа қажетті өнімді жіберіп отырмыз дейді. Жеміс жидек биылғы жылы жалпы аудан бойынша есептеп отырып, бір 11 мың тонна өнім аламыз ба деп. Өткен жылдың тиіс кезеңімен салыстырғанда бір 105%-ға неғыламыз ау. Одан бөлек мынау астық дақылы жалпы бізде 35 мың тонна жиналды. Мақсардан бір 9 мың тонна жинау күтілуде. Көкөністен 31 мың тонна, картоптан бір 21 мың тонна жинау көзделіп отыр. Қазір аудандық шаруалар бір алқаптан бірнеше өнім алу ісіне мән берген. Сұранысты өтіп, жерді тиімді игерудің жалғыз жолы осы дейді олар. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Азамат Саметов, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Түркістан облысынан. Инфляцияны төмендетіп, 2022 жылы оны 4 және 6% дәлізге қайтару керек. Мемлекет басшысы биылғы Қазақстан халқына жолдауында Ұлттық банк пен үкіметке осындай тапсырма жүктеген еді. Өсіп келе жатқан инфляцияның монетарлық емес факторларына ерекше назар аудару қажет екені ескертілді. Бұл бағытта Ұлттық банк қандай амалдар жасап жатыр? Тамыз айында елдегі инфляция 8,7%-ке жетті. Оған бірнеше фактор әсер етті. Азық-түлік пен шикізат бағасы күрт қымбаттады. Бұл ретте Ұлттық банктың базалық мөлшерлеме жөніндегі шешімі іске асырылатын тәуекелдерге логикалық жауап саналады. Ол инфляцияны 2022 жылы 4-6%-ке дейін төмендетуге бағытталған. Основная цель данного пакета мер, о котором вы говорите, инфляцияға қарсы ден қою шаралары кешенінің негізгі мақсаты инфляцияның монетарлыққа жатпайтын сипатын тұрақтандыру болып табылады. Үкіметтің бағалауы бойынша шараларды тиімді іске асыру биылғы жылдың соңына дейін азық-түлік инфляциясын 8%-ға және келесі жылы 6%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл тапсырма өте күрделі, бірақ орындауға болады. Егер үкімет оны шешсе, онда ұсыныс тарапынан инфляцияны тұрақтандыру және оның 2022 жылы 4-6% нысаналы дәлізге кіруі үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етеді. Бұл өз кезегінде ақша кредит саясатын жеңілдету үшін алғышарт жасай алады деп атап өтті Ұлттық банк өкілі. Согласно нашему базовому сценарию, бұл бағытта тек монетарлық шаралар шеңберінде ғана күш жұмсау жеткілікті. Ақша кредит саясатының құралдары ғана емес, атап айтқанда Ұлттық банктың үкіметпен бірлескен шаралары инфляцияны тұрақтандыруға шешуші әсер етеді. Ұлттық банктың базалық сценарийіне сәйкес инфляциялық процестер жыл соңына дейін ағымдағы серпінді сақтайды. Ал 2021 жылы инфляция болжамды көрсеткіш аралығындағы жоғарғы шекке жақын болады. Алмас Садуақас, Хабар 24, Алматы. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөнінде президенттің тапсырмасы бар. Мемлекет басшысының жарлығымен арнайы мемлекеттік комиссия құрылған. Жұмыс нәтижелі. Әсіресе мұрағаттардағы құпия құжаттар ашылып жатыр. Осы кезге дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті ғалымдарға өз архивіндегі 78 құжатты ақтарып, зерттеуге рұқсат берген. Мемлекеттік комиссия іске кіріскелі 11 жұмыс тобы жасақталды. Сонымен қатар 17 аймақта өңірлік комиссия құрылды. Комиссия мүшелері бірнеше мәрте бас қосты. Келелі жиынның бірі бүгінде өтті. Енді алдағы 1-2 жылдың бедерінде саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтаймыз дейді мемлекеттік комиссия мүшесі. Чиновниктардың, госструктураның, жалпы біздің түсінбейтіндердің психологиясы өзгеріп келеді. Қазір комиссияның мақсатын түсініп, бұл үлкен мәселе екені, үлкен терең екені, үлкен Қазақстанның әлгі президент айтқандай қазір біздің міндетіміз бұл. Өзімізге келген халықтың бәрін зерттеп, зерделеп, көбісін ақтадық.
қалғандарын тағы қарап жатырмыз. Оларды да обижать етпеу керек. Ал өзіміздің қудаланған миллион қазақтарды осынға дейін бір акт жоқ. Сондықтан соны біз зерттеп жатырмыз, специальный топ бар. Қазір жарнама, сәлден соң жалғастырамыз. Хабарын жалғастырамыз. Ауғанстанның Қандағар қаласында мыңнан астам тұрғын шеруге шықты. Тәліптер жылдар бойы әскери гарнизон үйлерінде тұрып келген 3000-нан аса отбасыны күшпен шығарып жатыр. Ғимараттарды босату туралы Талибанның талабы 3 күннің ішінде орындалуы керек. Оның үстіне тәліптер тұрғындарға жиһаз және басқа да заттарын бірге алып кетуге тыйым салған. Талибан бұл үйлерге өз сарбаздарын орналастырмақ. Ал үйсіз қалғандар ақшасы жоғын, тіпті тамаққа тиын табалмай отырғанын айтып, шағымданып жатыр. Жапонияда кибербуллинг үшін жаза күшейтіледі. Елдің әділет министрі сарапшылар комиссиясына цифрлық әлемде зорлық-зомбылық көрсететіндерді қылмыстық жауапкершілікке тарту бабын енгізуді тапсырды. Яғни, айыпты адам 1 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы немесе 30 000 иені айыппұл төлейді. Бұл шамамен 1 миллионнан астам теңге. Қазіргі заң бойынша интернетте қорлаған үшін 1 айға қамалады немесе 10 000 иені, яғни 40 000 теңге айыппұл аударады. Испания коронавирусқа қарсы отандық вакцинасын шығарғалы жатыр. Бұл туралы елдің ғылым және инновация министрі мәлімдеді. Оның айтуынша препарат нарыққа келер жылы шығады. Өткен айда адамдарға сыналғаннан кейін тиісті органның мақұлдауына ие болды. Екпені жергілікті Хипра деп аталатын дәрі-дәрмек компаниясы дайындаған. Бұл мекеме негізі мал дәрігерлік өнімдер шығарумен айналысып келген. Індетті тез жеңу үшін кәсіпорын вакцина жасауды қолға алыпты. Австралия астанасы Канберрада локдаун ұзартылады. Себебі коронавирус жұқтырған 22 науқас тіркелді. Жергілікті билік 1 ай бұрын жарияланған карантин мерзімін 15 қазанға дейін созу туралы шешім қабылдаған. Бұл шаһарда локдаун 1 ай бұрын жарияланған еді. Канберра қаласын Дельта штаммы тараған жаңа оңтүстік Уэльс штаты қоршап жатыр. Австралияда жасы 16-дан асқан тұрғындардың 68,5% ковидке қарсы вакцинаның бірінші дозасын салдырған. Билік биылғы жылдың аяғына дейін екпе алғандар қатарын 80%-ке жеткізуді көздеп отыр. Келесі апта ауыр болғалы тұр. Әрине Канберрадағы жағдайдың қауіпсіз екеніне сенімдіміз. Себебі мұнда вакцина алғандардың үлесі жоғары. Дегенмен біз жаңа жыл мерекесінде жалпы 2022 жылды аман есен толық қауіпсіз жағдайда қарсы алуымыз керек. Америкалық Apple компаниясының тең құрушысы Стив Возняк ғарышты зерттеуге арналған Private Airspace атты жоба ашатын мәлімдеді. Кәсіпкердің айтуынша жаңа компания басқа бәсекелестеріне мүлде ұқсамайды. Ол ғарышты игеру бақталастар арасындағы бақастық емес, керісінше бүкіл адамзат үшін ортақ міндет болуы тиіс деді. Жаңа компания туралы толық ақпарат бүгін Гавайи аралдарында басталатын технология конференциясында белгілі болады. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмам. Амандықта қайта жүздескенше.